Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі сабағының 51-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға подписация етуді ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар, балалар. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписация етіңдер. Және де балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бізде мамандықтың бәрі жақсы. Тұрақты сөз тіркестері. Тұрақты сөз тіркестерін ажырата аламын, олардың мағынасын түсінемін. Сөйлеу барысында тұрақты тіркестерді қолдануға жаттығамын. Енді балалар, бізде бірінші 13-ші жаттығу өлеңді жатқа жазып, тұрақты сөз тіркесінің астын сыз дейді. Қақпашы. Күзетем деп қақпаны жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы оң жақтағы. Рза Қунақова дейді. Балалар, бұл жерде тұрақты сөз тіркесі бізде жаны бір жай таппады деген сөз екен, иә? Бұл бізде балалар тынышталмады деген мағынаны білдіреді екен, иә, балалар? Енді бізде балалар мынандай тапсырма беріліп тұр. Үздік шабуылшы тақырыбында радио хабарлама дайында дейді. Хабарламада лезде мағынасын беретін тұрақты сөз тіркесін қолдан дейді. Енді балалар, мысалы, мынандай біз мәтін құрасақ болады, яғни радио хабарлама. Үздік шабуылшы. Бүгін футболдан жарыс өтті. Жарыс кезінде Арыстан және Ақтөбе командалары ойнады. Арыстан командасындағы Жүнісов Айбек өздерінің қарсыластарына 20 минут ішінде көзді ашып жұмғанша 3 рет гол соқты. Сөйтіп, Арыстан командасы жеңіске жетті. Яғни балалар, бұл жерде көзді ашып жұмғанша деген тұрақты сөз тіркесі бізде лезде деген мағынаны білдіреді екен, иә, балалар? Келесі бізде балалар 14-ші жаттығу. Әр суретке тиесілі сөйлемді оқы, не байқадың дейді. Сылақшының есімі кім болуы мүмкін дейді. Бірінші бізде балалар Талғат тас қалаушы дейді. Эдуард электр жөндеуші дейді. Майра мұғалім дейді. Балалар, бұл жерде қарасақ, енді сылақшының есімін табу керек, бізге. Бұл жерде қарасақ, балалар, Талғат тас қалаушы дейді. Яғни балалар, есімі өзінің мамандығының атының бірінші әрпімен бірдей болып тұр. Мысалы, Талғат Т әрпінен басталса, тас қалаушы бізде Т әрпінен басталып тұр. Эдуард дегенде де бізде электр жөндеуші дегеннің алғашқы әрпі. Майра есімінде де мұғалім мамандығы бізде М әрпінен басталып тұр. Енді сылақшы дегеніміз сонда бізде балалар есімі бізде С әрпінен басталу керек. Мысалы, бізде мынандай Самат деген есім қойсақ болады. Мысалы, Самат сылақшы деп. Келесі, адам есімінің алғашқы әрпіне сәйкес мамандық атауларын тауып көр дейді. Азат, Зейін, Дастан, Томирис, Эльмира және Хамид. Бұл жерде балалар, бірінші Азат, мысалы, аудармашы, аспазшы, агроном болуы мүмкін. Келесі, Зейін заңгер, зергер, зоолог. Келесі, Дастан домбырашы, дәрігер. Томирис тарихшы, Эльмира электр жөндеуші, экономист. Және де балалар, Хамид бізде хатшы, химия мұғалімі. Келесі бізде балалар 15-ші жаттығу суретке қара, шаштараз бен баланың арасында қандай әңгіме болуы мүмкін? Диалог құрап жаз дейді балалар. Осыған байланысты балалар, біз шаштараз бен баланың арасында диалог құрап жазуымыз керекпіз. Мысалы, сәлеметсіз бе ағай? Сәлем балақай, иә келе ғой. Ағай, менің шашымды әдемілеп алып беріңізші. Жақсы, кел мұнда отыра ғой. Ағай, сіз бұл жерде жұмыс істеп жатқаныңызға ұзақ болды ма? Иә, мен бұл жерде жұмыс жасап жатқаныма 2 жылдың жүзіндей болды. Ал сен өзің нешінші сыныпта оқисың? Мен 4-ші сынып оқушысымын. Мінеки балақай, сенің шашыңды алып болдық. Аға, сізге көп рахмет, өте әдемі болды. Мен сізге қанша беремін? Балақай, ақшаның қажеті жоқ, бұл саған деген сыйлығым деп қабылда. Аға, сіз өте мейірімді екенсіз. Сізге көп рахмет. Балалар, осындай диалог құрасаңдар болады. Немесе өздерің қандай диалог құрағыларың келеді, дәл солай осыған ұқсас қылып диалог құрасаңдар болады. Келесі бізде балалар 16-шы жаттығу суретке қарап, екі езуі екі құлағында дейтін сөз тіркесінің қандай мағына беріп тұрғанын айт. Сурет бойынша әңгіме құра дейді. Балалар, бұл жерде екі езуі екі құлағында деген қатты қуанды деген мағынаны білдіреді екен. Яғни қуану деген мағынаны білдіреді екен. Енді осыған байланысты біз қысқаша әңгіме құрайық. Мысалы,
Бүгін арманның екі езуі екі құлағында. Себебі бүгінгі демалыста ол ата-анасымен зоопаркке бара жатыр. Ол қуанғаны соншалық ертерек тұрып, дайындалды. Енді балалар, бұл жерде екі езуі екі құлағында деген тұрақты сөз тіркесін біз қолдандық, иә? Және де әңгімені осылай құрасаңдар болады. Келесі бізде 17-ші жаттығу, қай сөздердің мағынасы дұрыс анықталмағанын тап, ойыңды дәлелде дейді. Бірінші бізде сөз заттың, сапаның, қимылдың атауы дейді. Екінші, мәтін мағыналық, грамматикалық жағынан өзара байланысты сөйлемдер тобы. Үшінші, түбір бір ұғымда қолданылатын, сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, тіркестегі орындарын алмастыруға болмайтын сөз тобы дейді. Төртінші, тұрақты сөз тіркесі сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі дейді. Енді балалар, бұл жерде дұрыс анықталмаған мағыналары, бұл жерде балалар мына сөздер екен. Яғни үшінші және төртінші сөздердің анықтамалары ауысып кеткен, яғни түбір дегеніміз бізде балалар сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Келесі бізде балалар тұрақты сөз тіркесі дегеніміз ол бір ұғымда қолданылатын, сөйлем мүшелеріне ажыратуға келмейтін, тіркестегі орындарын алмастыруға келмейтін сөз тобы екен, балалар. Яғни 3 пен 4-тің анықтамалары ауысып тұр екен, балалар, қарасаңдар. Келесі бізде 18-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Әр шарда жазылған сөзге тиесілі тұрақты сөз тіркесін тауып айт дейді. Яғни балалар, қараңғы, қуану, алыста, тыңдамау деген сөздерге біз қандай тұрақты сөз тіркестері бар екенін тауып айтуымыз керек біз. Бірінші бізде балалар, қараңғы дегеніміз, мысалы, сұрақты сөз тіркесін айтатын болсақ, көзге түртсе көргісіз деп айтсақ болады екен, Ал келесі қуану дегеніміз екі езуі екі құлағында, немесе бөркін аспанға лақтыру деген сияқты тұрақты сөз тіркестерін қолдансақ болады. Ал алыста сөзіне бізде жер аяғы қиянда, ит өлген жерде, ит арқасы қиянда, жердің түбі деген сияқты тұрақты сөз тіркестерімен алмастырсақ болады екен. Келесі төртінші бізде соңғы тыңдамау сөзі. Тыңдамау сөзін біз құлақ аспау деген тұрақты сөз тіркесімен алмастырсақ болады екен, балалар. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан сендер математика, қазақ тілінің сабақтарын тегін оқып, өздерінің үй жұмыстарыңды толықтай жасай аласыңдар, балалар. Сендерге сабақта 5 алуды тілеймін. Келесі кездескенше сау болыңдар.